Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін алғаш жасағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка батырмасын басып кетіңіздер. Ең алдымен еліктен ұнды өткізіп аламыз. Бұл жерде висыйдың көмегі қажет болады. Сахарная пудра саламыз. Бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары майдың проценті 72-де 5, немесе 82% қолдануға болады. 1 шай қасық разрыхлитель қостым. Енді қолымызбен осылай үгітеміз. Песочный тесто болу керек. Енді жақсылап үгітіп алған соң 1 жұмыртқамызды қосамыз, және 1 қасық сметана қосып, қамырымызды біріктіреміз. Біріккен қамырды тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде 20% қаймақ, және қант қосамыз. Қант пен қаймақты жақсылап венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Қант толығымен еру керек. Қаймаққа жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 1 ас қасық кукуруз крахмалын қосып, тағы 1 рет араластырып аламыз. Қамырымызды формаға саламыз. Осылай формаға келтіріп шығамыз, бортиктарын жасап. Және дүзу болып шығу үшін осылай мен стаканның көмегімен түзулетіп шықтым. Қамырымызға салмасын құямыз. Осылай шанышқының көмегімен бортиктарын әдемілеп түзулетіп шығамын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 немесе 45 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің сметаннигіміз дайын. Формадан бірден алмаймыз, өйткені салмасы ағып кетуі мүмкін. Толық суыға 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Ас болсын, жасап көріңіздер.